Қазақта жиен ел болмайды деген сөз бар. Жиен неге ел болмайды? Что-то мен естіген емеспін ондайды. Енді ел болмайды деген білмеймін. Жиен ел болмайды, желге ас болмайды. Иә, жерге ас Неге? болмайды. Білмеймін, шынымды айтайын. Енді ол кім білсін? Енді қыздың баласы болғаннан кейін енді солай деп айта алған шығар. Жиен деген басқа елдің басқа Неме деңіз ба? немере емес, жиен ол қыздың баласы. Иә. Ол басқа рудың ұрпағын көбейтетін баланы жиен деп айтады. Ол ел болмайды дейді. Енді қайтсын екен, қаны бөлек. Нағыз немере, сағыз немере деген. Сол сағыз немере деп жиенді айтқан себебі олар нағашыларына келіп жиендік жасап кетіп отырған да. Қазақта жиен ел болмайды, желге ас болмайды деген сөз бар. Бұл сөзді көп адам былай түсінеді. Жиен адам болмайды, оның көмегі жоқ, ешқандай жақындығы жоқ деген сияқты. Негізі оның түпкі мағынасы олай емес. Бұл жерде жиен ел болмайды дегендегі ел деген сөзге мән беру керек. Өйткені жиен ол сенің еліңнен емес, оның ұруы басқа, бәлкім ұлты басқа деген сияқты. Ол сенің шежіреңде таратпайды. Сондықтан да жиен ел болмайды деген сөз, ол өзінің басқа елі бар деген сөз.